Қайырлы күн достар, сіздермен Әсем. Бүгін өте дәмді, ерекше кәдеден тағам дайындаймыз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Тағамымызға керекті заттар кәді, жүгері крахмалы, кілегей және сарымсақ, ірімшік, кинза, көкпияз, прован көкшіптері, жұмыртқа қажет. Ең алдымен біз кәдімізді үккіштен өткіземіз және сарымсағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқамызды жарып салып, кілегейімізді құямыз. Араластырғаннан кейін үстіне кепкен прован көкшептерін және жүгері крахмалын, көкшөбімізді салып араластырамыз. Тұз салдық және үккіштен өткізілген ірімшігімізді салдық. Мен бұл жерде моцарелла ірімшігін алдым. Өте дәмді, тез балқитын ірімшіктердің бірі. Барлығын араластырып болғаннан кейін кәдіміздің үстіне салып, барлығын жақсылап араластырып, 2 ас қасық күнбағыс майын құйдым. Және силиконды қалыптарға 2 қасықтан осылай құйып шықтым. 180 градус пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градус пешімізде 20-30 минут қызарғанша пісіреміз. Тағамыз пісті, иісі керемет, өте дәмді, үлпілдек. Енді кішкене суытамыз. Суытып болғаннан кейін тарелканың көмегімен төңкеріп аламыз. Осындай кәді пісірсеңіздер, кәді жемейтін балалар сүйіп жейді. Өйткені ішіндегі қосылған кілегей мен ірімшігі ерекше нәзік дәм береді. Таңғы асқа дайынсасаңыздар болады. Әртүрлі салаттарға қосып берсеңіздер болады. Өте нәзік, үлпілдек, әрі денсаулығыңызға пайдалы. Менің рецептім ұнаса, маған комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.